Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге тағы да Ташкент қаласына барамыз. Ташкенттің әдемі жерлерін көретін боламыз. Бізбен бірге болыңыз. Қазақстаннан Өзбекстанға сіз өз көлігіңізбен өтсеңіз болады. Кеденде ешқандай қиыншылық туғызбайды. Тек қана тонировкасы болатын болса, оған 7-8 мың теңге көлемінде төлейсіз. Ал қалған кезде тек қана егер тонировкаңыз болмаса 1000 теңге көлемінде дезинфекция үшін төлеп кіре бересіз. 765-тің артынан кеттік. Сосын Өзбекстанның адамдары өте сыпайы, көмектескісі келіп тұрады. Мысалы, жаңа 765 деген номердегі адамнан біз жол сұраған едік, ол біз баратын жерге бара жатыр екен. Артынан прям бардық, бізді баратын жерімізге дейін апарып, жолын көрсетіп жіберді. Өте ырза болып қалдық. Бұл жақта реклама. Парк қып істеп көрді. Жерде 4 түрлі шыршалар бар екен, пальмалар дейсіз ба, шыршалар 4 түрі бар екен. Алып кеттік, биік қойсақ қой екен. Торговый центрлары, Ибн Сина сауда марказы деген. Ал егер Өзбекстанға өзіңіздің көлігіңізбен емес, жаяу жолмен келетін болсаңыздар, кеденнен, яғни таможнядан өткеннен кейін сразу ар жағында таксилер тұрады. Сол таксилерге мініп, баратын жеріңізді айтып, ақшасын келісіп алсаңыз, сізді баратын жеріңізге дейін апарып, көмектесіп, қыдыртып қайтады. Өзбекстан 092 мен Қазақстан 092 кетіп баратыр, жарысып атыр. Бірақ біз бұларға жол береміз әрине. Себебі біз Өзбекстандамыз. Өзбекстанда жүрміз, Ташкентте. Көкем арып айдап жүр. Мен айдайын десем, бермей атыр да дейсің. Сосын Өзбекстанға өткен кезде көліктің егесі бару керек, либо көліктің егесі сол қасында отыру керек. Себебі көліктің егесін сұрайды ол жақта. Таможнядан өткізбей қою мүмкін. Ташкент Сити дегенге кірді. Осының ішінде қазір күшті жерге барамыз. Жетім түсіру. Через 800 метров поверните налево. Ау? Жетім түсіру. Абайлай. На том мектебі қара. Кенвуд. Кеше біздің соковыжималканың несі. Бля, жоқ. Не деген үйлер ма? Домдар ма? Егер өз машинаңызбен жүретін болсаңыз, или басқа жаяу жүретін болсаңыз та, телефоныңыз егер Билайн картасы болса, Билайн симкасы болса, соған 1000 теңгеге күніне сізге 200-300 мегабайт шамасында береді. Сонымен Google Maps'ты ашып алып, қалаған жеріңізге бара берсеңіз болады. Ташкент қаласында келдік. Ташкент Сити деген жерде Yıldızlar музейі деген жер бар. Күшті жер. Қасерге кіреміз. Бұл музейдің ішінде планетариум, Yıldızlar музейі және аттракцион бар екен. Мінеки планетариумға кіру 50 мың сом, Yıldızlar музейіне 40 мың сом, аттракционға 70 мың сом екен кісі басына. Іші өте керемет. Осындай Абу Райхан Беруни мен өздерінің Алишер Наваи деген ғалымның осындай әдемі сөздерін жазып қойыпты. Музейге кірдік. Біздің ханшайымыз Елизабетта ханшайым. Саламатсыз ба? Путин мырза.
Donald Trump. Soğuğunda gibi. Аты кім еді? Майкл Джексон. Футболисттер. Тақты футболист Месси. Ого! Чарли Чаплин. Hello. Oh, Mr. Bean. Hello. İyi olsun. Benim de karnım çok. Pırız. Өліп көретін еді ғой мистер Бинді. Лондондағы телефонный. Чарли Чаплин. Ой, Лондон. Мына кісінің аты кім еді? Тажыбай. Папамның любимый несі. Mortal Kombat. О, Амитаб Баччан, Джеки Чан. Ha? Иә. Саған жаман қарап тұрғансың. Ана кімді өлтірді, тура өзін істепті. Джеки Чан. Hello, Джеки Чан. Ни хао. Ого, Түркия. Есенхан Атагүл дейді. Есенхан Атагүл. Онша ұқсамай қалыпты. Мынау Бурак Очевид па? Дәл осы. Сұлтан Сүлейман. Күшті ме азық? Нәнші? Нағыз типа. Тұра тұршы көріп олайды. Мынаны танисың ба атаңды? Атаң танисың ба? Кім? Абай Құнанбай көріп қаласың. Миллионер. Цукерберг. Атаммен суретке түсір жеремді. Ол ішіп алған ғой. Азық ол ішіп алған. Ұйқынан тұрғызбасай. Чемоданын дайындап қойып кетейін деді. Түнімен ішкен адам ұқсап жатыр ғой. Біздің ауылда біреуге ұқсайды, иә? Кеттім мен сыртта. Күшті екен. Ташкенттегі Жұлдызлар музейіне келіңіздер. Келіп көргенге татитын музей екен. Амстердамда Мадам Туссо деген музей бар ғой. Сол сияқты істеген да. Бірақ Амстердамдағысына кіре алмаған едім. Елизабетта ханшайым қайтыс болып кетті. Мынау Дональд Трамптың. Джордж Хенри. Дональд Трамптың бірақ басын өлтірмеді.
бәрі. Елизабета апайымды қимай тұрмын. Әжемді. Happy New Year! Болып жатыр ғой не әлде? Жаңа жылмен болып жатыр ғой. Ташкент Ситидің дәл ортасында осындай Hilton деп аталатын атақты гостиница бар екен. Hilton'ның ішіне кіре алмасам да, машинамды сықитып алдынан айдап өттім. Зор. Қазақстанға? Жер Өзбекстан. Гостиница 뭐야? Hilton гостиницасы. Ана машиналар подарка екен ба? Кока-коланың несі? Камаза. Ташкент Сити. Неақпен шығып кетсең болады. Неақпен шықсаң ше, ана алдын дамақ жеген жерден шығасың. Оңға қарай ма? Иә. Жаңа қағазғын. Жалпы негізі Ташкент қаласы өте уютный, әдемі қала ғой. Жазда, көктемде келсеңіздер, мына жердегі ағаштардың бәрі жап-жасыл болып, бір керемет болып тұрады. Ташкенттің басқа да жерлерін біз жаз айында келген кезде қыдырған болатынбыз. Оның видеосында осы YouTube каналымдан көрсеңіздер болады. Ол жерде де барған жерлеріміздің ақыларын, кіру ақысын, қалай баруға болады туралы видео жасаған болатынмын. Ташкенттен андай International English School бар екен. Зория. Ағылшын тілін оқығыңыз келсе, осы мектепке берсеңіздер болады. Базарлары. Сарқорған махалласы. Ташкентте мынандай тоқпен жүретін машиналар дамып кетіпті ғой Ташкент. Молодец, Ташкент. Тоқпен жүретін арнайы заправкасы бар ма, Азок? Не, зарядкілейтін заправка дей ма оны? Тонкий зарядчик ба? Тонкий ма? Зор машина екен, е, бірақ. Бұлар қанша тұрады? Бізде? Келмеді ғой. Бізде жоқ па? Мә, Өзбекстанда бар, бізде жоқ. Нандары, батыр нандары, зор, я? Ау? Мен жоқ та. Бізден Азат ва Абат махалла қалсын дейді өзбек ағайларымыз. Өте дұрыс айтады. Ташкенттің бойымен кетіп баратқан соң яғли патыр деп көп көресіздер. Сол жерден ыстық яғли патыр алып алсаңыздар. Өзбекстанда ше машиналар мына жолдан мына оң жолға жүрмейді екен, өтпейді екен. Мына солмен кете береді екен да. Еще бірін-біріне ұрыспай, спокойно кете береді. Болмайды ғой. Мына жақта неқа өту керек қой. Артта келетінге жол беру керек. Жол бермейді.
сосын Өзбекстанда осындай ләйләктарды көп көресіз. Осындай төбеге өстіп үйә жасап алады, 2-3 этажды үйә жасап алады. Сол жерде қонақтап жатады. Мен ба? Машиналардың барлығы газға өшіріліп кетті. Құдай сақтасын. Қазақстаннан айналайын. Осымен Ташкент сапарымыз аяқталды. Көргеніңіз үшін рахмет. Сіздер де Ташкентке барыңыздар, қыдырып қайтыңыздар.